Сондықтан, құрметті жігіттер, мұсылман бауырлар, өміріміз мәнді, сәнді болсын. Ғалымдар айтады, біздің үлкен ақсақалдар айтатын еді. Өлгенде өлімің де сәнді болсын деп. Себебі өлімнің сәні немен келеді? Артынан жиналған жамағатпен келеді. Жақсы жігіт болсаң, артыңа жамағат келеді. Жаман жігіт болсаң, пәленше өліпті қой дейді да, бітті сонымен. Сонымен не қыласың? Сонымен саған қатысты айтылған сөз сонымен тәмам. Пәленше, ұлы түгенше өліпті қой дейді, бітті. Сонымен әңгіме бітті. Жақсы адам болсаң, өлгеннен кейін де сені іздейді. Өлгеннен кейін де сені еске алады. Ісің жайында, сөзің жайында бәрін сөз қылып айтады. Демек, өмірде, өлімде сәнді болу керек мұсылман үшін. Мысалы, кейбір жігіттерді, қазақтың ішінде жігіттерді байқасаң, қайтыс болған кезде келген адам сұмдық. Мысалы, Абдысаттар марқұм қайтыс болды, Қожекең. 20 мыңның үстіне адам жиналды. Мен тек мәйіттің шығып атқанын көрдім, жете алмадым ананы. Адамның несі? Көптігі. Абдысаттар марқұм соларға ақша берген жоқ. Немесе олардың тұқымдары, ағайындары ақша берген жоқ. Кім жаназаға қатысады, осынша ақша береміз деген жоқ. Абдығаппар марқұм қайтыс болғанда қайта пандемия болып, адамдар бара алмай қалды. Соның үстінде 5-6 мыңның үстінде жүр. Тек сол маңайдың кісілері жиналып жүр. Ал егер бүкіл қазақ жиналып ондай мүмкіндік болатын болса, пандемия болмай, одан көп адам жиналар еді. Мен сізге айтайын, егер оңбаған ит болсаң, жаназаңа 5 адам әрең тұрады. Жаназаңа 5 адам келсе, оған да не қыласың? Риза боласың. Ғалымдар сол үшін айтады, біздің үлкен ғалымдар айтады, мен өлген кезде маған не қойдың қажет жоқ. Біздің кейінгі ғасырда өмір сүрген ғалымдарымыз айтады, ақындар бар үлкен. Менің қабіріме үлкен кесене тұрғызып, немесе гүл шоқтарын тастап, басқа іспен әуре болмаңдар. Менің артымнан діні түзу 40 мұсылман кеп намаз оқыса, соған ризамын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде 40 мұсылман кеп қайтыс болған мұсылманға дұға етсе, оның күнәсі кешіріледі деген риуаяттар бар. Алла тағала сіз бен бізге өміріміздің де, өліміздің де сәнді болуын нәсіп етсін.